Бірінші сабағымызды Қазақстан Республикасының гимнімен бастаймыз. Бүгінгі күнгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін Лейла, бүгін сабақта кім жоқ? Тұрып айта ғой. Бүгін сабақта Назар жоқ. Спинов, Назар жоқ. Мен өзіме белгілеп алайын. Ал Спинов, Назар жоқ екен. Жарай. Отыра ғой, рахмет. Енді үйге берілген тапсырма. Милана, айта ғой, үйге берілген тапсырма. Үйге қандай тапсырма берілді? Ислам айта. Жұмыс дәптер. Нешінші беттер жазу дәптердің? Ердәулет. Жазу дәптер. 46-шы бетті берілген. Ал кім оқиды 46-шы бетті? Вероника. Бүгін біздің көшеде дауысы естілді. Бұл ежелгі аспапта көреміз ойнайды. Дауылпаздың дауысы қатты. Дауылпаз ата-бабамыздан қалған адаммұра, ол көне ғасырдан келе жатқан музыкалық аспап. Дауылпаз соғыста шаңызды құрал болған. Дауылпаздың пайда болғанына көп ғасыр болған. Тамаша, жарай. Олай болса, балалар, бүгінгі сендермен жаңа сабағымызды, жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Так, ребят, давайте мы сегодня начнем свой новый урок. Новая тема у нас. Откройте учебник, страницу 110. На страницу 110, Фианочка, открой страницу 110. Почему у вас один? У вас же два учебника. Открой. 110-шы бетті ашамыз. Бүгін жаңа тақырып сендермен өтеміз. Айтыс өнері. Айтыс өнері. Сонымен, мінекей айтыс өнері. Ребята, как вы понимаете слово айтыс өнері? Обсуждение. Айтыс өнері дегеніміз кім біледі? Жарайды, өзім айтып түсіндірем. Бүгін сабағымыздың мақсаты, балалар, осы айтыс жайлы мәтін бойынша сұрақ қойып үйренесіңдер. То есть вы сегодня узнаете по тексту, что такое мәтін, және күнделік оқисың. И, конечно же, будем читать дневник
как его оформлять и как записывать в ежедневный дневник. Сонмен айтыс өнері дегеніміз, ребята, это литературный жанр, устный литературный жанр. Ал келесі слайдқа қараймыз. Бізде бүгін сабағымызда жаңа сөздер. Открыли тетради, словарные тетради открыли, записали новые слова. Запишите слова. Шілдехана, вечеринка в честь новорожденного. Айтыс, жанр устной литературы. Шахар – это город. Ребята, слово шахар на казахском есть синоним еще мхала. То есть город можно назвать на казахском шахар и хала. Және хала деп айтуға болады. Записываем слова. Шілдехана. Вот маленький ребенок рождается, вот в честь него делают праздник Шілдехана. Мы с вами на прошлом уроке проходили тұсау кесержері. Өткен сабақтарда сендермен тұсау кесержерін өткенбіз. Кто помнит, что такое тұсау кесержері, Лейла? Не ол тұсау кесері дегеніміз? Тұсау кесері дегенде бала туылады и бір жасқа толған кезде соған тұсау кесер деген той өткізеді. Соған ала жіп керек, ала жіпті аяғына байлап, мамасы или атасы, әжесі соны кеседі. Я тамаша жарайсың, отыра ғой. Енді жазып алдық. Все написали слова? Тамаша. Келесі слайдқа өтеміз. Так, давайте объясню вообще в полном слое, что такое айтыс өнері. Ал айтыс өнері бұл қазақтың ауыз әдебиетіндегі ерте заманнан келе жатқан жанр. Айтыс көбінде халық ауыз әдебиетінде қолданады. Мінекей, айтыстың түрлері өте көп. Виды айтыс много. Один из них это адам мен жануардың айтысы, өлі мен тірінің айтысы, жұмбақ айтыс. Виды айтыс очень много, ребята. Міне соның бірі бәдік айтыс. Видите, да? Бәдік айтыс деген ол кез келген нәрсемен, жануармен, табиғатпен айтса береді. Ал қыз бен жігіт айтысы. Мінекей, қараңдаршы қыз бен жігіттің айтысы. Мінекей, салт айтысының ескі түрі қыз бен жігіт айтысы. Негізінде бұл тақырып жастық көңіл мен күй, өнер сынасу болса, ақындар айтысында өнер салыстыру, өз сынасудың үстіне әр ақын өз руын дәріптейді. Сонымен қатар айтысқан кезде айтыскерлер қаланы, елді, шаһар туралы айтады. Айтысты, вот бывает конкурс айтыс, вот кто в айтысе первую очередь, то есть первое место займет, вот ему дают подарок, сыйлық береді. Айтысқа көп адамдар келеді. Мінекей, самый известный, және ең әлемге өзіміздің Қазақстан елінің ең мықты айтыскерлердің бірі Біржан мен Сара айтысы. Қыз бен жігіт арасындағы айтыс. Мынау қазіргі уақыттағы айтыстар, Қолманбет айтысы дейді. Мінекей, бұл қазіргі біздің айтыскерлер. Егер телеарнадан көрсеңдер, осы кісілерді көруге болады. Келесі, айтыстың өзіне тән әр түрлі ерекшеліктері болады. Мінекей, бұл айтыстың жаңа түрлері. Мінекей, қазіргі айтыскерлерді айтуға болады. Мінекей, көрдіңдер ме? Осы адамдардың барлығы айтыскерлер.